Ахмет Байтұрсынұлы ат пен несек. Біреудің несегімен бар еді аты, апарар бір қалаға болды заты. Аты мен несегіне артып алып, аяңдап жолға түсіп келе жатты. Жүк ауыр есек сасып алақтады, иесі дем алуға қаратпады. Әл етіп жылғаларға таянғанда, жалынып атқа есек сөз айтады. Ат достым, жүгім ауыр, халім бітті, емеспін жүре алатын енді тіпті. Зорығып жолда өліп қалатынмын, алмасаң ауыстырып біраз шықты. Ат оған ешбір жауап қайтармайды, ауырлап жүгін есек қайқаңдайды. Ентігіп ішін соғып дымы жүруге онан әрі жайы қалмайды. Жығылды есек байғыз дымы тұрмады, айдаса да иесі ұрып. Сойда жүгін терсін атқа салып, қалаға келе жатты тағы жүріп. Қараңдар, шара бар ма мына сорға, аяғын ат келеді басып зорға. Қысымды есек көрген бұда көріп, болдырап бұлғақтайды оңды солға. Өкініп өткен іске ат келеді, мен қате еткем ақ деді. Есектен ат жүк алып қарасқанда, қиындық мұндай маған болар ма еді. Бұл сөзден қандай ғибрат алмақ керек? Мысалы еткен қайыр бір бәйтерек, қайырың біреуге еткен болып терек. Көрерсің рақатын көлеңкелеп. Қайырдың ең абзалы бұл дүниеге, біреуге қысылғанда жәрдем бермек. Кейбіреу зор бейнетке тап болады, кей уақыт аз бейнет.